Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 10 минуттың ішінде максимум түрде тез елтану сұрақтарын талқылайтын боламыз. Так, давайте тезірек талқылайтын болсақ. Бірінші сұрақ, where is the official residence of Queen? Queenнің отыратын жері қайда? Бізде Buckingham Place, көріп тұрған шығарсыздар, уже D жауабы. Окей, тезірек скриншотта бассаңыздар болады. Мынау біздің Buckingham Place орны. Дальше Disneyland'тың what is Disneyland? То есть Disneyland'те отырамыз не? Children's Park of Wonder. Yes, you know about it. Балалардың демалатын, қуанатын, в общем, саяхаттайтын жері, в общем, балалардың жақсы көретін жері. Thomas Cook was born and lived in Leicester. То есть Leicester, sorry. То есть бұл именно Томас Куктың өмір сүрген және туылған жері. The official language of Canada. Канаданікі это English and French, потому что французский это Quebec деген білесіздер. Official language of Quebec is French. Сол үшін English and French. Дальше Paul Cathedral was built by the greatest architect. То есть қайсысы арқылы? Это Christopher Wren. Okay? Paul Cathedral дейтін болса, Christopher Wren. Дальше Yukon деп отырғанымыз the largest river in Alaska. И білетін болсаңыздар, river'ның алдында Z қолданады. The Yukon is the largest river in Alaska. Аляскадағы үлкен river. Не көрді сол, солтүстік Американың солтүстік батыс бөлігі ақштың Аляска штаты батысқа қарай жалғасады, и сондағы ең үлкен өзен бізде Yukon. Дальше the first inhabitants of the USA were Indians. Типа самый бірінші өмір сүрген USA-дағы адамдар олар индиандар, индустар. Guy Fawkes is the man who wanted to set fire to the House of Parliament. То есть парламентке өрт қойғысы келген адам. Егер де қарайтын болсаңыздар, мына жерде прям толықтай жазылып тұр, скриншоттап не үшін екенін білгілеріңіз келсе. Ну, хотя елтану үшін просто былай белгілесеңіз болады. Гай деп келетін болса, уже парламентке set fire жасаған, ну, fire қойған адам. The USA is a federal republic, который Union of 50 States, 50 штаттан тұрғалған федеральная республика. The Statue of Liberty was then carefully taken apart, shipped to America. То есть Liberty деген басында алынып, и оны Америкаға алып барған. Yes. Дальше. The first colonists landed in America in the late 16th century. Ең бірінші колонистер Америкадағы 16 ғасырдың соңғы жақтарында қонған Америкаға. Ну, келген, қонған, короче, тоныстанған. Дальше. What's the national emblem of England? England'ның, national. Национальный эмблемасы қайсы? Это роза. Жаңа айттық, Buckingham Palace это 600 румнан құралған. Это оны барлықтарыңыз білесіз шығарсыздар. Дальше the Tower of London now is a museum. То есть музей, қазіргі Tower of London қазіргі музей. Так. Дальше. Northern part of Scotland is called the Highlands. Солтүстік парты Скотландтың, Шотландияның Highlands деп аталады. Prince Charles is Queen Elizabeth II son. То есть Чарльз деген кім дейтін болса, Prince Charles, ол Элизабет II, то есть екінші Элизабеттің баласы. What's the name of the most famous clock in Britain? Это Big Ben. Это easy. Who is the head of the state in Britain? Самый, то есть басшысы кім? Британияның, это Queen. Елизавета II, да, сейчас? What's the name of London Underground? Это Tube. Екінші атауы Tube. Лондонда Underground это Tube. Дальше. What's the name of British flag? Union Jack. То есть атауы қандай флагтың? Это Union Jack. Короче, басқа әртүрлі елдердің қосылынысы Kingdom деп аталады. Сол үшін бізде әрбір ұлттардың несін қосылған. Короче, көріп тұрсаңыз, мынау неден? Тулардан, окей? Дальше, Ben Nevis is situated in Scotland. Yes, көріп тұрсыз тауларда. The capital of Canada is Ottawa. You know about it. Это и самый easy question. And the world's emblem is the leek. You can see it from it. Короче, мына жақтан көріп тұрсыз. Daffodil and the leek деп тұрған. Дальше, downtown means то есть downtown деген in the center дегенді білдіреді. As you know about it. And that's all for now. Қазірге осы, балдар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Кстати, балалар, мен сіздерге
жариялаймын. Бастапқы 10 орын аяқталды. Барлығыңызға тіркелгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.